بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين أصلي صلاة وسلاما على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته барлық мадақ мақтауларды жоқтан бар етуші мейірімді рақымды кемшілік сипаттардан пәк болған алла тағалаға арнаймыз. Адамзаттың асылы, пайғамбарлардың падишасы, ақырғы заманның пайғамбары, үмметі ең көп пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Ол кісіге игілікте ілескен жандарға Алланың есендігі, амандығы болсын. Сіздерге де Алла тағаланың берекеті мен сәлемі болсын. Қайырлы кеш болсын баршамызға. Алла тағала басып келген қадамдарыңызға берекеттер берсін. Алла тағала осы азғантай уақыттың ішінде иншалла пайдалы ілім алып қайтуды нәсіп етсін баршамызға. Келіп жатқандардың көбі дені жастар, машалла. Алла тағала жастарымыздың болашағын жарқын қылсын. Елден үлкен ғалым, дана, ғұламалар көп шықсын Құдай қаласа. Енді Аллаға мыңда бір шүкір, мұсылман қылды, жүрегімізге иман берді. Мінекей өзінің жер бетіндегі ең қасиетті құтты мекендері мешіттің айналасына біздердің басымызды қосып жинады. Аллаға сансыз мадақтар мен мақтаулар болсын. Ешкім сатып ала алмайтын және ешбір дүниеге айырылмасталынбайтын бұл ұлы нығмет, бұл иман. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, Алла тағала дүниені қалаған пенделеріне бере береді дейді. Дүние кәпірдің де қолында, мұсылманның да қолында, ананың да қолында, мынаның да қолында дүние жүре береді. Бірақ Алла тағала кімді сүйсе, оған иман береді дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз ба? Алла тағала кімге жақсылық қаласа, кімді сүйсе, оған иман береді дейді. Мінекей мына отырған жандардың барлығы тегін адамдар емес, бұлардың барлығы. Алла сүйетін адамдар, Алла сүйетін амал жасап жүрген адамдар. Сондықтан Алла тағала біздерге иман берді. Болмаса не бір данышман ақылда, не бір профессор, докторлар жетеді ғой. Бірақ не болып өтіп жатыр өмірден? Атеист болып өтіп жатқандар бар ішінде. Демек сенің ақылыңның көптігі, сенің данышмандығың не екен? Сенің иманды болатындығының кепілдігі емес екен. Көрдіңіз ба? Міне бұл иман Алладан келетін сыйлық, кімдерге, кім тәкаппарлық танытпаса, соған келетін сыйлық екен. Мінекей, кім тәкаппарлық танытса, Алла оған мұқтаж емес. Алла ешкімнің иманға келуіне немесе біреудің құлшылығына, намазына, оразасына, зекет қажылығына Алла мұқтаж емес. Аллаху ғанiyun анил аламин дейді. Алла әлемдерге мұқтаж емес, әлемдерге Алла. Біреу намаз оқымаса, таң атып, күн шығып, күн батпай қалады деп ойламай қойыңыздар. Алланың таңымен атып, күні бата береді ол. Көрдіңіз ба? Түгел әлем діннен шығып, безіп, баз кешіп, кәпір болып кететін болса да, Аллаға ешкім зиян бере алмайды. Сол сияқты түгел әлем барлығымыз Алла саған иман келтірдік деп мұсылман болса да, ешкім Аллаға пайда бере алмайды. Кім дүниеде қандай амал жасаса, ол өзі үшін жасайды. Міне сол иман біздерге ең ұлы таразы берілген, ақ пен қараны, адал менен арамды, жаратушы менен жаратпаушыны барлығын ажырататын ең үлкен құрал, ең үлкен сыйлық бұл не екен? Бізге берілген бұл иман екен. Аллаға сансыз мадақтар. Ешкімді Алла тағала тура жолдан, иманнан адастырмасын. Қазір заман білесіздер, боққа батқан заман қазір. Бүкіл телефонның іші толған фитна. Жас балдар шығып жатыр, мен Құдайға сенбеймін, мен атеистпін деп. Теріс айналып кет, сенбесең бар, қараң батыр бар. Саған Құдай мұқтаж болып жатыр еді, ойбай сен иманға келмесең, ойбай қиын болайын деп жатыр деп жатыр еді. Жоқ, Аллаху самад. Алла ештеңеге мұқтаж емес. Алла еш нәрсеге мұқтаж емес. Адам Аллаға мұқтаж бірақ. Көрдіңіз ба? Адам Аллаға мұқтаж. Қалай мұқтаж? Бір грипп болып, тұмау болған кезінде деп өліп қаласындайсың, мұрынмен ауа жұту керек еді деп. Аузыңмен ауа жұтқан кезде. Ішкен жегенің артыңнан шықпай қалған кезде, ойбай, ойбай деп, жаңа бір ағамыз ұстап, шықпай қалған ғой, дәретханаға барса. Соны Құдай-ай, Құдай-ай деп туалеттің ішінде айқайлап жатыр дейді. Сонымен жаңа бір ағамыз туалеттен шыққан айтады дейді, туалетте Құдайды айтпасай десе, ана жерде басқа не айтарын білмедім деп айтады дейді. Жан қиналған кезде кімді айтам енді деп айтады дейді. Туалеттің ішінде ойбай Құдай, ойбай Құдай деп. Қаталап қалған ғой жаңа. Іші қатып қалған. Міне көрдің бе?
ішіңді қатырып тастаса бар ғой, біттің ғой, біттің. Не істей аласың, айтшы, не істей аласың? Ішіңді өткізіп жіберді ал. Тоқтата аласың ба? Тоқтата алмайсың. Не бір дәріні де тоқтата алмайды. Көрдіңіз ба? Алланың біз әрқашан мейіріміне мұқтажбыз. Өйтіп дандайсып жүріп керегі жоқ. Маған Құдай керек емес. Анау айналайын, сен өзің кім едің баяғыда? Кім едің? Әкенің беліндегі бір тамшы су едің. Анаңның көкірегіндегі бір тамшы су едің. Дұрыс па? Алла ананың жатырында сені адам қылды, дүниеге әкелді. Енді өзінше бір аспаннан салбырап түскен адам ұқсап, мен Құдайға сенбеймін, керек емес дейді. Қара терісіңнен сен сенбесең бар ғой. Алла ешкімге мұқтаж емес, біліп қойыңыздар. Міне, бірақ Алла иман береді бір адамдарға. Осылай өзінің құтты мекендеріне әкеп қояды ғой. Міне, мынаның барлығы тегін адамдар дейсізден, отырғанның барлығы? Жоқ. Құдай сүйетін бір амалыңыз бар да сіздің. Алла жақсы көретін бір амалыңыз бар сіздің. Білмеймін ғой мен оған қандай амал екен. Мүмкін сізде тәкаппарлық жоқ шығар. Мүмкін сіз бір жақсылық жасайтын шығарсыз, қайырлық. Міне Алла сізді соған сыйлық ретінде иманмен айырбастап әкеп қойып жатыр осындай жерлерге. Міне сол иман бізге берілген ең үлкен нығмет. Оның ішінде білесіздер, иман Мұхаммедтің үмметі болу, ол вообще ең ұлы нығмет. Қаншама пайғамбарлар аңсап өткен нығмет, білесіздер ғой. Сол пайғамбарлардың барлығы енді Мұхаммедтің үмметі болды ма? Жоқ. Оларға бұйырмаған бақыт біздерге берді Алла тағала. Жәннатта адамдар кірген кезде білесіздер, мынау жаңа 120 сапқа толтырып тастайды дейді Алла тағала. Жәннаттағы адамдардың барлығы қанша сап болады дейді? 120 сап болады дейді. Қараңыздар. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі. Сонда 120 саптың 80 сабы менің үмметім болады дейді. Қараңыздар. Ең көбі кім болады екен? Мұхаммедтің үмметі болады екен. Қалған 40 сап адам атадан маған дейінгі үмметтер дейді. Екі ортада қанша пайғамбар бар? 123.999 пайғамбар бар. Солардың барлығының үмметінің санын қосқанда 40 сапқа жетпей жатыр ғой. Не дейсіз? Bir пайғамбар келді, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 80 сапты алып кетті дейді жәннаттағы. Оның ішінде 70 мыңы есеп қисапсыз кіреді дейді. Оның ішінде пәленбай мыңы бір-біріне шапағат етеді дейді. Оның ішінде пәленбай миллионына Құран шапағат етеді дейді. Оның ішінде пәленбай миллиардына ораза шапағат етеді дейді. Оның ішінде пәленбай миллионына қари хафыздар шапағат етеді дейді. Оның ішіндегі бүкіліне ең соңында Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам шапағат етеді дейді. Сондай бақытты жандармыз біз, Мұхаммедтің үмметі болған жандармыз. Міне, бір бастарыңызды көтеріп, енді спокойно отыра беріңіздер, сабақты Құдай қаласа бастайық. Бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз бұл Шардара қаласына келудегі тақырыбымыз. Қазір міне Құдайға шүкір, мешітте жастар көп, бір елдерде мешітте қарттар көп. Ол қарттар бірақ қасірет шегіп жатыр, білесіздер. Көп араб елдеріне барсаңыздар, мына Түркияға барсаңыздар немесе көбі қарттар. Мешіттің көбі қарттар. Жастарымызды ұстай алмай қалдық деп жатыр олар. Біздерде керісінше ең көбі кімдер мешітте? Жастар. Аллаға мыңда бір шүкір. Демек бұл елдің болашағы бар деп біз сенімді кемел түрде айта аламыз, Алла қаласа. Қандай ол? Білімді адамдарға тұратын болса, болашағымыз бар. Надандар көбейетін болса, онда еліңнің болашағына балта шабасың. Көрдіңіз ба? Анау қылышпен соғысатын заманда ешкімге дес берген жоқ қой бабамыз, дұрыс па? 600 адам пәленбай мыңмен соғысты. Қаншама шайқастарда жоңғарыңды да, қалмағыңды да, басқасын да барлығын ойсырата жеңіп жүрді, дұрыс па? Азғантай бабаларымыз мынадай ұшқан құстың қанаты талатын Атырау мен Алтайдың ортасындағы жер тастап кетті. Анау машинаң шыдай алмайды, жорда мотор кетіп қалады, Семейден бастап Атырауға шығам десең. Құсты қоя сал, қанаты талып қалады ол екі ортада. Қарағандыға жетпей құлайды ол. Осындай ұлы даланы, мынадай ұлан ғайыр жерді қалай алып қалды олар? Заманы олардың жаугершілік болды, жаугершілікте олар төтеп бере алды. Енді қазір жаугершілік заман ба? Жоқ, қазір білім мен инновацияның заманы. Демек мына жастар енді не істеу керек? Қолдарына қылышты алып алып соғысу керек па? Жоқ. Қолдарына ручка алып алып ілім алу керек қазір. Міне осы жауабы. Сол кезде біз елдігімізді сақтаймыз иншалла. Бірақ сенің алған ілімің Құдайды тануға апармаса тағы қасірет ол. Көрдіңіз ба?
Ілімнің, сен алып атқан ілімің Құдайды тануға апармаса не? Тағы да қасірет. Біліп қойыңыздар, қандай қасірет? Егерде ілім болмаса адамда оқыған намазың әшейін жаттығу дейді, ғалымдар айтады. Ілім болмаса оқыған намазың әшейін жаттығу дейді. Ілім болмаса ұстаған оразаң әшейін ашығу дейді. Ілім болмаса еліңді қорғайын деп Алла жолына жаңағы сондай Құдай сақтасын заман болып қалса, білімің болмаса қалай кімді не қылатын? Онда ол адам өлтіру болады дейді. Көрдіңіздер ме? Нақақтан нақақ адам өлтіру болады дейді. Сондықтан адамның әрбір өміріндегі кезең-кезеңінде не керек екен? Адамға ілім керек екен. Көрдіңіздер ме? Өйткені Алла Тағала қасиетті Құранда қаншама 100 аятта ілім туралы айтқан Алла Тағала. Пәленбай 100 рет айтқан. Ұмытып қалып отырмын, 400 рет айтқан Алла Тағала ілім туралы Құранда. Сонда қараңыз, ең алғашқы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Құран кәрім мынау Рамазан айында түсті ғой, дұрыс па? Сол кезде Жәбірейіл періште қай аяттарды алып келді? Оқы деген аятты алып келді, көрдіңіздер ме? Ең бірінші Құранның аяты иқра, оқы деп түскен ғой, ал керек болатынбыз. Көрдіңіз ба? Демек, бұл өмір неге құрылған? Ілімге құрылған дейді. Бұл өмір әсіресе мына дін, бұл ілімге құрылған, адамның көңіл қалауларына құрылмаған дейді. Көрдіңіз ба? Иқра бисми раббикаллази халақ. Жаратқан Раббыңның атымен оқы деп Алла Тағала Құран кәрімде 5 аят түсірді. Соның не? Оқу туралы айтты бізге. Қалай жаратылғандығымыз жайында айтты. Раббыңның құдіреті жайында айтты. Кейін тағы аяттар түсірді. Нун вал қалами ва ма ястурун. Нун деді Алла Тағала. Қаламға ант етем деді. Қаламға. Қалам деген не істейді ол? Жазады. Көрдіңіз ба? Қаламға ант етем және қаламның жазасын нәрсесіне ант етем дейді. Соткіге және оның түсіретін нәрсесіне ант етем деп айтпаған екен. Сабаққа мына жаққа келе жатқан кезде блокнот пен ручка алып келу керек, сотка емес. Бұл қалады қазір, мынаның бәрі гарантия айтып беремін, қалады қазір шен. Келді бізде Шардарадағы бұлда. Блокнот алып келгендер ұтатқа, өйткені мен мына жерде қаншама нәрсені айтам қа, Құдай қаласа. Міне сол ілім бізге парыз етілген. Кімнен? Алла Тағаладан бізге пайғамбар арқылы ілім парыз етілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады. Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Ілім талап қылу әрбір мұсылман ерге, әрбір мұсылман әйелге парыз дейді. Ал керек болатын болса. Ілім алу әрбір мұсылман әйелге, ерге парыз дейді. Артында кім жүр? Желеп жемей жүрме деп атыр. Арт жақтан көп жүрмеңіздер, мына жамағаттың ойын бұзып аласыздар. Не айтып жатыр едік біз жаңағы? Желеп жемеу дейді. Міне тыңдап отыр. Ілім алу әйелге де, ерге де парыз дейді. Ал керек болатын болса. Ал кеттік бәріміз. Сарыағашқа, медресеге, Шымкентке кеттік. Или Египетке барамыз ба? Сол ма? Парыз деген сондай ма? Жоқ, ондай емес. Ілім алу парыз деген сөз, сен өзіңнің өмір сүру жүйеңді білуің керексің деген сөз ғой. Көрдіңіз ба? Ілім алған сайын адамның өмір сүруі жеңілдейді өйткені. Қандай ілім? Мысалға, мына жерде барлығы Құдай қаласа намазхандар деп ойлаймыз. Намаз оқисыз, намазды бірақ немен жаттап алғансыз? Кириллицамен жаттап алған. Мешітте статистика жүргізіп көрдік, мешіттегі 80% келетін жамағаттың Құранды бетіне қарап оқи алмайды. 80% кириллицамен жаттап алған. Алхамдулиллахи раббил ғаламин деп қойып, өзінің мақамына салат, кейде Мишари Рашидқа салат, әйтеуір өйтіп-бүйтіп Фатиханы оқиды. Дұрыс па сол? Дұрыс емес. Көрдіңіздер ме? Дұрыс емес. Құран кәрімді бетіне қарап оқу бұл не? Парызың. Әрбір мұсылманның жеке-жеке парызы бұл. Ойбай түрік тілін үйренсең, Құдай қаласа 6 айдан кейін жаңа жұмысқа қабылдау болайын деп, 1.800.000 теңге айлығы десе бар ғой, кеттің ғой. 6 айда түрікше себиорым, бебиорым деп жаңа бүкіл түріктің сөздерін жаттап, әңгімен жіберіп отырасың түрікше. Ақша десе алдыңа жан салмайсың.
Бірақ біліп қойыңыз, ақша сізді қиямет күні шапағат етпейді. Ақша қиямет күні шапағат, керісінше өзіңе қарама-қарсы куәлікке өтеді, егер де дұрыс жерге жұмсамасаң. Көрдіңіз ба? Қиямет күні кім шапағат етеді? Не деп айтайын да? Кім? Құран шапағат етеді, білесіздер ма? Яшфау сахибаху, пайғамбарымыз хадисінде айтады, қиямет күні өзінің иесін, Құран оқыған адамды шапағат етіп тұра береді дейді. Қай уақытқа дейін? Кешіріліп кеткенге дейін дейді. Көрдіңіз ба? Қашан кешіріліп кеткенге дейін Құран тұрады дейді. Родной деп жүргендердің ешқайсысы қалмайды ол жерде. Брат, сен үшін өлемін мен дейтін, до конца барады. Ешқайсысы жоқ ол жерде. Наоборот, қашып жүреді ол бәрі, өзінің сауабын іздеп. Қасыңда Құран қалады. Қабірде де кім не қалады қасыңда? Құран қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 30 аяттан тұратын Тәбәрәк сүресі қабіріңде тұрады деді, қорған болып деді. Көрдіңіз ба? Қиямет күні тағы жәннатқа жетелеп ал. Енді неге оқымаймыз енді оны? Қиын ба әлде? Bir ay уақытыңды бөлсең бар ғой, bir ay уақытыңды Құранды бетіне қарап оқып кетесіз, әшейін. Көрдіңіз ба? Құранды бетіне қарап дұрыстап оқу бұл парыз әрбір мұсылманға. Намаздың сыртқы парызы, ішкі парызы. Намазды не бұзады, не бұзбайды, оразаны не бұзады, не бұзбайды, дәреттің парызы нешеу, сүннеті нешеу, ғұсылшы, таяммум деген не? Осының барлығын білу әрбір мұсылманға парыз. Көрдіңіздер ме? Парыз. Ілім алу парыз адамға. Кеше бір жерде сұрақ қойып жатырмын. Қынадай бір баклашка суың бар да, 1 литр деймін. Мынау неше литр өзі? Жарты литр ма? 0,5 жарты литр ғой. Қазақша айтайық та 0,5 деп. Мынау жарты литр су. Дұрыс па? Осыны 1 литр деп айтайыншы. Құдай сараң қылмасын айтуым. Екеуін қостық 1 литр болды. Жолда кетіп баратсың. Жезқазғанға ма, бетпақталамен тіліп баратсың. Все, бір кезде моторың кетіп қалды ғой машинаның. Сет жоқ ана жерде. Көрдіңіз ба? Бітті. Қолында 1 литр су бар мына жерде. Асыр намазының уақыты кіріп тұр ғой. Ал, не істейміз енді? Басқа су жоқ мынадан басқа. Дәрет аламыз ба? Таяммум не қаласың? Су бар ғой сенде. Су жоқ кезде алынады таяммум деген нәрсе. Мынаны ішіп қоясың, сосын батасын бересің десеңші. Дәрет алып, Ілімге сүйенеміз осы жерде. Міне осы жерде ілім керек болады. Ілім не деп айтады енді? Арызда орындаймыз. өмір сүру үшін егер су қажет болатын болса, Бір реттен жуамыз ғой, бір реттен жуып шығамыз, иә? Бір реттен жуам дегенше жарты литр кетіп қалды ғой. Күн ыстық, өлейін деп отырмын мен ше. Тілім салақтап отыр, ал не істейміз? Білмеймін деген дұрыс. Көрдіңіздер ма? Құдай ол ситуацияға қайта түсірмеген жақсы болды бізді ше. Енді өмір ғой, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой, дұрыс па? Сондай жағдайға түсіп қалсаңыздар, құрметті жамағат, қараңыздар. Мына суды тойып, жаңағы 1 литр суың бар да, асыр кіріп тұр, дәрет алып алдың да жаңа суға. Асыр оқып алдың. Шөлдеп өлдің ғой, шамға таман су жоқ, нем жоқ, ештеңе жоқ. Түнімен ешкім келмеді ал. Ертең тағы бір күн қалып қойдың. Сөйтіп өліп қалсаң егер шөлдеп, сен надандықпен өлген боласың. Көрдіңіз ба? Білімсіздікпен, яғни өз-өзіңе зұлымдық жасап өлген боласың. Неге? Өйткені дұрыс айтты мына бауырым. Адамның өмірі барлық нәрседен қымбат. Көрдіңіз ба? Мынаны мен ішу үшін алып қоямын да, намазды таяммуммен оқимын. Міне көрдіңіз ба? Енді таяммум алайын десем, қалай алатын білмеймін ғой, ал. Білесіздер ме әлде? Өмірімде таяммум алып көрмеппін дейді, бір жігіт айтады. Өмірімде таяммум алып көрмеппін дейді. Көрдіңіз бе? Топырақпен алынады таяммум. Қолыңды бір ұрасыңда бетіңді сипайсың, бір ұрасыңда шынтағыңмен қосып сипайсың. Болды таяммум. Бірақ топырағың таза болу керек алатын. Демек сөйттің де аман қалып қалдың. Керек бе екен білім өмірде? Сондай ситуация болған кезде керек қой енді білім. Көрдіңіздер ма? Міне білім керек адамның өміріне. Сол сияқты жаңа Құран оқу парыз деп жатырмыз ғой. Құранды міндетті түрде оқу, бетіне қарап, бұл парыз. Кеше бір ағамызды айттым да, Ясин сүресін жаттап алған, Ясин сүресін ше. Ясин сүресін сөйтсем о кісі кириллицамен жаттап алған екен ғой. Мен ол Нұрсұлтан саған Құран тапсырайын деді. Ойбай аға, бір 50-де ма сондай қуанасың ғой 50-дегі аға Құран тапсыруға келіп тұрғанда, дұрыс па? Бөркіңді аспанға лақтырып. Давай аға тапсыр кел.
бір кезде бастады ғой Ясин деп қойып Вал Құранил Хаким деп анау музыкасы күшті енді бұл. Бірақ әріптерінің ешқайсысы дұрыс емес ана. Көрдіңіз ба? Аға болды қоя қой дедім, осы жерден тоқтатайық. Сен де күнәһар болмай қой, мен де естіп күнәһар болмай қойын. Әр аяттан 10, 15, 20 қате шығып жатыр ғой. Ясин сүресін. Қанша адамға сонымен дем салып жіберді анау ше, Құдай білсін ше. Тошын тиді ма, дем тимеді ма білмеймін енді. Бірақ не, ол айып қой, көрдіңіз ба? Сөйтсем ол ағам кириллица мен періп жаттап алған екен ғой жаңа. Полный кириллица мен жаттап алған. 83 аят қой Ясин сүресі. Енді мен ағаға айтып жатырмын, аға сен мынаны ұмытып қалшы деп жатырмын да, болды. Тасташы, ұмытып қалшы мына сүрені, болды. Сөйтте Құдай қаласа бір жылдан кейін қайттан новыйдан жаттайықшы дедім ше. Тура мынау мен ертең ұят болады, Құранға қиянат болады мынау. Көрдіңіздер ме? Соқыр тауыққа бәрі бидай деген сияқты жаттай беруге болмайды Құранда. Кәдімгідей Алланың кәләмі, Алланың аяты, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Сендерден қайсы бірің, Мәдинаның сыртында Ақиқ деген базар бар, мал базар ғой, мал базар. Сендерден қайсы бірің таңертең дейді, күнә жасамастан, туыстық қарым-қатынасты үзбестен, Ақиқ базарына барып, бір түйені тегін еншілеп қайтуды қайсы бірің қалайды дейді. Ал? Ойбай, түйе береді десе, вообще күні бойы күнә істемеймін деп айтасың ғой. Күнә істеместен, және туысқандық қарым-қатынасты үзбестен, кім таңертең базарға барып бір түйені иеленіп келуді қалайды дейді. Ал, базарға барасың, күнә істеген жоқсың әлі. Туысқандарың нормальный бар қарса сізге. Бардыңызда бір түйені мініп қайтарсыз, рахат. Қанша бір түйе? Бір лимон, миллион. Лимон деп біз ғой. 1 миллион. Дұрыс па? Түйе 1 миллион теңге. Енді қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде ары қарай айтады. Енді ей сахабаларым дейді. Сахабалар енді ойбай кімге керек емес деп жатыр ғой жаңа түйе. Бәріне керек қой түйе. Қазір мына жерде базарда, мал базарда бір түйе береді десе бар ғой, мына жерде ешкім қалмай қалады қазір бар ғой. Дұрыс па? 1 миллион теңге ғана ол. Бірінші жету үшін жолдағыларды төгіп кетуі мүмкін еще. Айналып таеквондомен андай қылып. Көрдіңіз ба? Құдай өйтіп сынамай қойсын бар ғой ше. Енді қараңыздар. Сөйтті де сахаба, я Расулалла, бізге деді ғой, бізде керек қой түйе деді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сендерден қайсы бірің таңертең күнә істемеген күйде, туыстық қарым-қатынасты үзбеген күйде, Алланың үйлерінің бір үйіне келіп дейді, мешітке келіп, яғни Құраннан бір аятты жаттауларың бір түйені Алланың жолында садақа қылғанмен бірдей дейді. Құл хуаллаху ахад дегенді дұрыстап жаттадыңыз ба? Бір түйе Алланың жолында кетті. Көрдіңіз ба? Аллаху саматты қосып жаттайын деп қоймадыңыз ба? Давай жатта. 2 түйе кетті. Лам ялид ва лам юлад. 3 түйе кетті. Ва лам якуллаху куфуан ахад. 4 түйе кетті ғой. Просто мына кәсіпке алып келіп бітірейін деп түсіп тұрмағаннан кейін ана сауаптар ше. Точно бола ма екен осы түйелер деп ойланып қала береміз да. Материалист болып кеткенбіз ғой. Көрінбесе сенбейсің ана бар ғой. Обязательно көрініп тұру керек. Құл хуаллаху ахад деген кезде бітірейін деп 1 миллион түссін бар ғой. Аллаху самат деп ары қарай бірден жаттап кетесің. Бітірейін деп 2 миллион болады мынау. Лам ялид дейсің, ва лам юлад. 3 миллион бітірейін. Ойбай, кеттік азаннан қара кешке дейін Құран жаттаймыз. Мынаған түсіп тұрса бар ғой, Құдай қаласа 6 айда қапыз болып шығасың, жасың үлкен болса да. Миллиардер боласың. Көрдіңіз ба? Обязательно ақша керек та бізге. Сауап та керек шығар. Міне сол Құран деген не екен? Демек, Құран бұл бетіне қарап адам оқуы парыз екен, ілім. Міне ілім ба? Ілімнің төресі. Құран ілімнің төресі. Бүкіл ғылымның анасы ол не? Құран. Құдайдан келген ең ұлы мұғжиза бұл не? Құран. Әрбір әріпіне 10 сауап. Ежелеп оқысаң 20 сауап екесе. Құран. Аяттардың әрқайсысы шифа. Құран. Өміріңдегі қиындықтардың ең шешімі Құран. Ең ұлы зікір, ең ұлы тасбих Құран. Көрдіңіздер ме? Соны енді не істемейміз біз? Оқымай жатырмыз ғой. Көрдіңіздер ме? Рамазан келеді, Рамазанда да Құранды хатым қылмай жібере бересің. Қош келдің Рамазан, қош кеттің Рамазан дейсің. Бір Құран хатым қылмай жібере бересің. Негізі ол Рамазан не үшін Рамазан болған ол?
азаннан қара кешке дейін аштан аш жүру үшін ба, или сәресіде тойып алып, ауызашарда тағы тойып алып, қарынмен арпалысып жүретін құлшылық айы ма ол? Жоқ, ондай емес ол. Рамазан бұл Құран айы, білесіздер ме? Құран түскендіктен қасиетті болған ол. Құран түспесе ондай болмайды ол. Көрдіңіз ба? Сол Құран түскен айда неге Құран оқымасқа? Неге соны жасамасқа деп жабыр ағамыз айтқандай. Жасау керек соны. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол ілімге бізді баулады. Әрқашан айтты: "Утлубил илма минал махди илал лахди" деді. Ілімді өмірге келгеніңнен бастап тал бесіктен жер бесікке дейін, өмірден өтіп кеткенге дейін ілім ал деген пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қараңыздар. Бір белгілі бір дәрежеге жеткен кезде, өзіңше шейх болған кезінде, болды қоя сал деді ма? Жоқ, өмір бақи ілім ал деді. Ол деген сөз түгел өзің кіріп кету емес. Ілім алуды не істеме, аз-аздан болса да тоқтатпа дейді. Аптасына 3 күн қойып қой, жетеді, болды. Ілім алу үшін аяққа кету шарт емес, біліп қойыңыздар. Міне есіктің алдынан шықтыңыз, ілім алу үшін мешітке қарай келдіңіз, болды. Сол ілім жолы деп аталады. Ілім сол міне. Ал енді ары қарай оқып кетем десе мына жастар, онда бисмилля. Онда сенің жолың вообще олар мына мешітке келетіндерден де ұлы болады жолың. Қазір келеміз қандай жол болады иншалла. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, тал бесіктен жер бесікке дейін ілімді талап қылыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тоқтатпа деп жатыр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ілімді тоқтатпа деп жатыр. А тоқтатсаң не болады? Қазақ айтады, сасисың дейді. Тоқтаған тұрған су сасиды дейді. Ағын су сасымайды. Білесіздер ғой? Ағын суда не дейді? Арам жоқ дей ма? Ағын су сасымайды. Мына Шардара бар ғой, ертең Сырдария ар жағынан құймай, мына жағынан шықпайтын болса бар ғой, 1 жылда сасып кетеді. Көл өзінің ішіндегі суды ауыстырып отпаса не болып кетеді? Сасып кетеді. Білесіздер ғой оны? Демек тұрған су не істеп қалады? Сасиды. Сол сияқты ілімді тоқтатқан адамда сасиды дейді. Оның бойына надандығы көбейе бастайды енді, болды. Надандығы не істей береді? Көбейе береді дейді ол адамның. Сондықтан бұл ілім тоқтатылмай өмірден өткенге дейін алынатын ең ұлы не екен? Ең ұлы Алла тағаланың бізге берген басқалардан ажырататын сыйлығы екен. Дұрыс па? Аналардан біз сиырдан, қойдан қай жеріміз артық? Ақыл мен білім бар бізде. Көрдіңіз ба? Әлде үй салып жатқан қойларды көрдіңіздер ма? Жоқ. Олар бірақ ішет, жейді, оларды апарып тастап жатыр. Бізді ішіп жатыр, жеп жатыр, апарып тастап жатыр. Екеуміз де бірдей істеп жатырық негізі. Бірақ олардан артық қылған бізде не бар? Ақыл менен білім бар, Алла берген. Сол ақылымыз менен біліміміз арқылы біз жаратылыстың ең абзалы болдық. Адам деген осындай болды. Міне, бір күнің екінші күніге ұқсамасын деген сол екен, қараңыздар. Кімде кімнің кешегі күні дейді, бүгінгі күніндей болса, ол адам ұтылыста дейді. Кеше тура қандай болды, бүгін де сол да, бір күн қайталана береді бұлай. Кассета сияқты шаймал жинады, не қып қалған. Ол адам ұтылыста дейді. Көрдіңіз ба? Бір күні екінші күніне ұқсамасын деген, бүгін азғантай ілім алдың ба, ертең тағы кішкентай қос. Ар күні тағы кішкентай қос. Өйткені сіз ілім алған сайын өзіңіздің надан екендігіңізді білесіз. Көрдіңіз ба? Имам Шафиғи айтады, мен ілім алған сайын өзімнің надан екендігімді білемін дейді. Жаңа бірдеңені үйренесің ғой. Міне надан екенмін ғой, мен деймін, қайтадан өзімді қайрап ілім аламын дейді. Осылайша тоқтатпаймын дейді. Мына Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады. Абдулла ибн Масғуд деген сахаба айтады. Екі адам бар дейді, абжор дейді. Абжор деген тоймайды дейді екеуі ше. Екеуі де тоймайды. Мынау да тоймайды, мынау да тоймайды дейді. Адамның екі түрі бар дейді, тоймайды. Біріншісі соның дейді. Бұл дүние жинайтын адам дейді. Ол тоймайды дейді, дүние жинайтын адам. Тоя ма әлде? Тоймайды. Тойдым деген адамды естідіңіздер ме сіздер? Ешкім естіген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өткен хадисінде айтып қойған, кімде кімнің бір сай алтыны болса дейді, тағы да бір сай алтыны болса екен деп айтады дейді. 2-3 чекен бургер ашып қойдыңдар жерден, дүңгешек. Осы болады, Құдайға шүкір деп жатсың ба? Жоқ, 4-ші мен сізді іздеп жүрсің ана жақтан. Мына жақтан тағы бір ашу керек деп. Көрдіңіз ба? Оған қосымша тағы не?
ау алып балыққа шығу керек дейсің. Вообще жатпайсың, тоймайсың ғой өйткені. Көрдіңіз ба? Не тойдырады адамды? Қанағат қана тойдырады, көрдіңіздер ма? Адамды қанағат қана тойдырады. Әйтпесе дүние тойдырмайды. Алла тағала байлықты қанағатқа жасырып қойған дейді. Бірақ адамдар оны дүниеден іздейді дейді, таба алмайды дейді. Қарасаңызшы. Көп дүние жинасам, күшті болып кетемін деп ойлайды. Күшті болып, қаяқтан көк уайымға салынып өлесің. Өмірде $1000 ұстап көрмеген бір ағамыз айтады ғой. Ойбай, бір $1000 ұстап қалдым дейші. Үйге қонақ келетін болды, ананы қай көрпенің астына тығатынымды білмеймін дейді ғой. Ойбай, $100 миллион ұстап атқандар қалай екен дейді. Көк уайым болып өлдік дейді қатын екеуміз. Ана қаққа қоямыз да $1000 жоғалып кетпей ме деп. Ана шкаптың үстіне қоямыз, бірсе мына жаққа тығамыз дейді, сандықтың ішіне саламыз дейді. Әйтеуір $1000 жер неға сыймады дейді ғой. Сонда жатып ойландым дейді да, $1 миллион барлар қалай өмір сүріп жатыр екен деп ше. $100 өліп кете жатық қой деп, $1000. Көрдіңіз ба? Дүние жинай беру сізді тек қана уайымға апарады деп жатыр Абдулла ибн Масғуд айтып жатыр. Бұл деген сөз дүние таппа деген сөз емес. Бірінші келісіп алайық. Тап дүние, көбеп тап. Бірақ не? Өзіңді түгел баспен кіріп кетпе соған. Қолыңда ұстауда және дүниенің ақысын бер. Көрдіңіз ба? Аллаға шығаратын дүниенің ақысы бар. Өйткені Алла мұқтаж болып жатыр, аяқта сен бермесең қиын болып жатыр Құдайға. Көрдіңіз ба? Зекетің бар, беретін әр жылда бір рет. Садақаң бар, соның барлығын шығар. Ағайын туысқанға көп. Ойбай, кейбір ағайындар бар айтпақшы. Білмеймін ғой енді қақта мал біткен, мал бітсе бар ғой. Ойбой, анау деген бейшара танымай қаласың ананшы. Машинадан түскен кезде ойбой, жарықтық. Баяғыдан бері болмай жүрген ғой бұда дейсің да. Кәдімгі ана электропакет машина алып алған ше. Зззз деп түсіреді да, саусағының ұшын береді, ассаламағалейкум деген. Кейбіреулер бар дейді, саусақ қайда жақсы дейді, тырнағының ұшын беретіндер бар дейді. Уағалейкум ассалам деп тырнағынан ұстайсың дейді былай. Қатты кетіп қалады деген ғой. Семіздікті қой көтереді деген сол қазақтың. Семіздікті қой ғана көтереді. Көрдіңіз ба? Бұл дүние не істемеу керек сені? Дүние көзіңді шел басатындай, Құдайды ұмыттыратындай қылмау керек дүние. Дүние барынша, қолыңнан келгенше қолыңда ұстау керек. Дүниені қолыңда барынша ұстау керек. Қалай? Ана ізгі кісілер сияқты. Білесіздер ғой имам Абу Ханифаның қиссасын. Сабақ беріп отырса шәкірттеріне, бір жігіт ентелеп жүгіріп келді дейді. Ұстаз, ойбай, кемең суға батып кетті деп айтады дейді. Имам Абу Ханифа үндемей тұрып қалды да, альхамдулилля деп, Аллаға шүкір деп айтты дейді. Сөйтті де жаңағы кетіп қалған ғой енді. Шамалдан кейін жүгіріп қайтадан келіп тұр дейді ғой. Ұстаз, сіздің кеме емес екен, кешірім сұрайын деп айтады дейді. Басқа біреудің кемесі екен деп айтады дейді. Сәл үндемей қалды да, Аллаға шүкір деп айтты дейді. Шәкірттері шоқ қой ананы. Не пәле, жоғалса да Аллаға шүкір, келсе де Аллаға шүкір. Еще үндемейсің арасында деген сияқты жаңа. Деп сұраса шәкірттері, сонда имам Абу Ханифа айтады дейді. Ана хабарды айтып берген кезде дейді, кемең жоғалды деген, батты деген кезде, үндемей қалған себебім жүрегімнің соғысын тыңдадым деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Жүрегім сол баяғы сабақ беріп отқандай соқты ма, әлде тық-тық-тық-тық деп соқып кетті ма деп. Ойбай, ай, мал немай деп. Контейнер өртеніп жатыр бір жігіттің. Кімнің шешесінен боқтап отқан білмеймін, ананың Барақ деген ана жерде шешеден шеше қалмады ғой. Шешең деп айтайын, шешең. Контейнер бар, бір тебет өртеніп жатыр, ішін аша алмай жатыр ғой, қол бойды қалып қойған кілті. Қалай адам берілген дүниеге. Сол ананы ашты да ішіне отқа қарай кірді ғой анау дүниені алам деп. Ана жерде өртеніп кеткен не болды сонда? Не болды? Құлы болған күйде кеттің ғой. Дүниенің құлы болған күйде кеттің ғой. Көрдіңіз бе? Полный жүрекке кіргізіп алғанда мына жаққа. Болды, енді бар уайым сол да. Жаңағы имам Абу Ханифа, енді неге анау сенің кемең емес екен деген кезде, неге тағы үндемей альхамдулилля деп айттың десе, сенің кемең емес екен деген кезде тағы да үндемей қалған себебім жүрегімді тексердім дейді, қуанама деп дейді да. Қуанса, значит, кірген да мына қабірден дейді да. Жоқ, жүрегім сол қалыпты ұрып тұр екен дейді. Альхамдулилля, жүрекке дүние кірмепсің деп айтты. Міне, дүниені осылай ұстау керек негізінде дейді ғой. Қолыңнан келгенше. Мына Абдулла ибн Масғудтың сөзін айтып жатырмыз. Екі адам бар тоймайтын дейді. Біріншісі дүниеге тоймайды дейді.
Бұның дүниесі бірақ дейді озбырлыққа апарады дейді, ана қараңыздар. Дүниесі неге апарады дейді? Озбырлыққа апарады дейді. Дүние көзіңді шел басуға апарады дейді. Не бір адамдар келген, ана Қарунды білесіздер ғой, Қарун деген Мұсаның заманындағы. Жоқ, Қарун деген бар, Құранда Қарун деген қисса келеді. Сол келіп Мұса пайғамбарға қоймайды ғой, Мұса дұға қылсайшы, біз дүние не қылайық та деп. Қарын дейді ғой қазақта, Қарынбай дейді ме? Қойсай, осы өмірің қайырлы ғой деп айтады Мұса пайғамбар ше. Ойбай, дұға қылшы, мен көресің ертең қалай қызмет жасайтын байлығыммен. Қойсай, қоймайды ғой анау ше. Сонымен дұға қылады, анаған Құдай тағала береді ғой, Қарунға ше. Бергенде де сұмдық береді, қазынасының кілтін 300 бұқа көтереді оған дейді, алтын кілтін. Сонда адамдар армандай деген, Қарунға берген сияқты дүние бізге де берілсе екен деп. Сонда ауылдағы иманды кісілер айтады екен, не істейсің, күпір болайын деп пен, діннен шығайын деп пен. Өйткені Қарун уже діннен шығып кеткен ғой, ана байлықпен ше. Жақын арада өзін Құдаймын деп жариялайын деп жатыр анау ше. Алла тағала солайымен жер жұтқызып жіберген Қарунды. Тәкаппарланып кеткен. Міне, адам көтере алатын нәрсеңді істесе. Міне, дүниеге тоймайды адам деп жатыр, мына жерде айтып жатыр Абдулла ибн Масғуд. Бірақ оның дүниеге тоймауы озбырлыққа апарады дейді. Көрдіңіз ба? Озбырлыққа апарады. Яғни, сен тапқан табысыңның барлығын адал жолда жұмсауың, ол саған гарантия емес ол. Түгел адал жолға жұмсап жатқан байларды көрдіңіздер ме? Жоқ. Сирек болуы мүмкін, бар, бірақ сирек. Қаяққа жұмсап жатқан білмейтіндер бар ғой, қаяққа жұмсап жатқан білмейтіндер бар. Көрдіңіз ба? Ол ертең жауап бересің ғой Алланың алдында, қалай жұмсағандығын тағы сұралады ғой. Тапқаныңнан бір сұраласың, қалай жұмсағандығынан тағы бір сұраласың. Кешігіп береді дейді ғой, сол үшін байлар 500 жыл кешігіп береді дейді. Ұзақ тұрып қалады екен. Так, мына миллионды анаяққа жұмсадық, мына миллионды мынаяққа жұмсадық деп тұрған кезде кедейлер жайлап кіріп кете береді екен, бізде миллион жоқ деп. Ол деген сөз кедей бол деген сөз емес, бірақ не? Жақсы, бай болған жақсы, бірақ не? Еліңе пайдаң десе. Анау Қазақстанның бәрін суармай қой, осы елдің өзінде қаншама нәрсені, мына жерде Шардарада қанша нәрсені істеп тастауға болады. Үкімет істесін деп лақтырып, жоқ, сен бірдеңе істеп кетсей өзің. Ертең сен кеткеннен кейін адамдар бір жақсылықпен еске алатын бірдеңе істеп кетсей, артыңнан тоқтамай баратын бірдеңе істеп кетсей, гарантия жоқ қой ұзақ өмір сүретіндігіңе. Бар кезде, мүмкіншілігің қолында тұрған кезде істеп кету керек қой адам. Жақсы нәрсенің барлығын. Ертеңгі ана ұрпақ, ой, пәлен көкеге Алла разы болсын мінекей. Соның істеп кеткен нәрсе істеп. Адамдар қандай сіздің артыңыздан дұға бағыштап тұрады. Екінші тоймайтын адам бар дейді. Абдулла ибн Масғуд айтады. Бұл ілімге тоймайды дейді. Ана қарасаңшы, жаңа имам Шафиғи сияқты ғой. Бірдеңені үйренсем, өзімнің надан екендігімді білем дейді. Екінші адам бар, тоймайды дейді. Анау ілім ала бергің келеді. Кейде өзімізде де сондай болады. Бір кітапты оқисың, ананың ішіне кіріп кетесің ғой. Осы уақытқа дейін соны білмеймін ба деп қоясың ше. Сөйтсек соны білмейді екенбіз шынымен жаған. Ананы оқу арқылы көзің ашылады, қандай жақсы нәрсе. Міне сол ілім алу бұл бірақ Рахманның разылығын арттырады дейді. Анау озбырлықты арттырады дейді, мынау нені арттырады дейді? Алланың разылығын арттырады дейді. Өйткені ілім. Адамның жәннатқа баратын жолын жеңілдетеді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Ілім адамның жәннатқа баратын жолын жеңілдетеді дейді. Қалай? Мысалға, дәрет алдыңыз, намазға азан шақырып жатыр, тақарат алдыңыз, ана жерден шықтыңыз. Не деп айтасыз тақарат алып болғаннан кейін? Құдайға шүкір, тақарат алып алдық деп айтасыз ба? Көрдіңіздер ме, көбіңіз білмейсіздер. Міне дәрет алып шыққаннан кейін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп айтса, Алланың жалғыз екендігіне куәлік берем, Мұхаммед оның елшісі екендігіне куәлік. Арабша келмесе қазақша айта беріңіздер, проблема жоқ ода. Деп кім айтса дейді дәрет алып шыққаннан кейін, жәннаттың 8 қақпасы ашылады дейді ана адам үшін. Құдай сақтасын, ешкімде не жоқ қой, табалдырықтан сүрініп құлап сол жерде бірдеңе болып қалдың да ал.
намаз әлі басталған жоқ, дәреттің бар, жаңа сөзді айттың бірдеңе болып қалды. Өмір ғой, әртүрлі нәрсе болып жатыр ғой. Міне жәннаттың 8 есігінің қалағанынан кіреді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Так, мына есігінде кім бар екен деп көзін кірасың дейді. Мұса пайғамбар, Иса пайғамбар, жоқ, мына жаққа қарай кірейін деп. Мына жаққа кірсең, Мұхаммед пайғамбар отыр да саллаллаху алейхи вассалам. Қасында Омар, Абу Бәкір бәрі отыр. Ойбай, осы жаққа қарай кіре берейін деп жайлап қайқа барасың. Сол жаққа қарай кіресің. Кіресің, алдында әңгімелесіп отыр, шай ішіп деген сияқты жаңа. Ой, жібересің ана жерде. Омар сен деген мә, кәдімгі қиратқан екенсің ғой деп ше. Оқып, ғашық болып қалды ғой саған кәдімгідей. Ойбай, өзің айтып берші соның бәрін деп. Сосын жібереді Омар деп ана жерде. Бола ма? Болады ғой, жәннатта әңгімелеседі ғой. Дүниедегі нәрселер жайында әңгімелеседі деген хадистер бар ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анау мазалап жүрген сұрақтардың бәрін қоясың ғой ана жерде, рахат. Көрдіңіз ба, неге сізге өйткені жәннаттың 8 есігі ашық тұр ғой. Соны ілім алмасаң, білмесең, қалай кіресің 8 есіктен? Вообще есігінің қасына жолай алмай қалуың мүмкін ғой, дұрыс па? Ілім алдың, өмірің не болды? Жеңіл болды. Және жәннатқа кіретін жолың жеңіл болды. Көрдіңіз ба? Қандай жақсы нәрсе. Азан шақырға салауат айттыңыз, болды. Пайғамбар менің шапағатым міндетті болады дейді. Кетті ма? Рахат, осыны білсең болды ғой. Қиямет күні уверен тұрасың да? Өйткен келеді қазір пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, күтіп тұрасың ана жерде. Дүниеде өйткені мен азан шақырғаннан кейін пайғамбарға салауат айтып жүретін үнемі деп айтасың да. Көрдіңіз ба? Оңай ма екен? Ілім алу арқылы адамның жәннатқа қарай жолы жеңілдейді деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисі осы. Мен әшейін бер жағын айтып жатырмын ғой. Кіре берсең қазір деген оп-оңай нәрселер көп қой. Кетіп баратсың ана жерде мешіттің акимат жақта деп айтайыншы. Кетіп баратсың. Жерде бір тікенек жатыр ғой. Бір апа келе жатыр, жасы үлкен. Ойбай, апаға зиян болмасын дедім де, жердегі жақ бұтақты, талдың сынған бұтағы жатыр да. Алдың да былай қарай сыртқа шығарып тастадың. Қандай сыйлық бар саған? Қандай сыйлық бар сізге берілетін? О, сауап итак аласың ғой. Не береді жаңағы нәрсені алып тастағандығың үшін? Дұрыс айтады. Алла тағала рахмет айтады дейді ана адамға ше. Сөйтеді де оның осы уақытқа дейінгі істеген бүкіл күнәсін кешіріп жібереді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ана қара. Кетіп баратсың. Ту деп түкіріп жібереді көшеге. Бар ма ондайлар? Бар ғой, көз алдыңда кәдімгідей түйе сияқты қақыратындар бар ше. Әдепсіздік сондай. Артыңнан келе жатты бір деп жерге кетті да. Сол адам күнә арқалайды. Шимішкені шағып, лақтырып кетсің олай. Көшең бәрін ластап. Ол адамда күнә арқалайды. Ананың қарамағасы өйткені. Кім жолдағы зиянды алып тастаса, Алла оған рахмет айтады дейді. Және бүкіл күнәсін кешіріп жібереді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Хадистің шарқын оқысаңыздар түсіндірмесінде айтады. Енді осының керісіншесі істейтін адамға болады дейді. Кім жолды адамдарға зиян беретін болса, онда Алла оны кешірмеу қиын болады дейді. Көрдіңіздер ме? Кішкентай нәрсе, бірақ артында не жатыр? Үлкен нәрсе жатыр ғой. Міне осындай. Сондықтан жолға не бермеу керек, зиян бермеу керек. Тем более мынау сенің туған жерің. Осы жерде өзің тұрасың. Мен кетем бәрібір. Сіз тұрасыз мына жерде. Бұл сізге керек, сіздің ұрпаққа керек. Сондықтан не істеу керек бұл жерде? Барынша таза ұстау керек. Талдың бұтағын сындырып, асфальтты теуіп, тастың бәрін жерге лақтырып, шемішкенің бәрін былайынан оңтүстікке, солтүстікке, шеккен темекіңді былай лақтырып әр жерге. Насыбайыңды қақырып кетіп жолдың бойына. Болмайды, ол адам күнәһар болады. Көрдіңіздер ме? Әшейін нәрсе бар да, элементарный нәрсе, бірақ оның артында Алланың рахымы жатыр. Міне ілім алу арқылы адамның, осы міне ілім деген. Өмірдегі ситуацияларды білу ілім деген осы міне. Абдулла ибн Масғуд деген жаңа сахабаның тағы бір сөзі бар. Ол кісі айтады, ол енді сахаба ғой, өте ұлы сахаба ол. Білесіздер ғой қандай екен, я? Қандай ұлы сахаба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан. Кімде-кім Құранды үйренем десе, барып Абдулла ибн Масғудтан үйренсін деген. Ана қарасай. Пайғамбардың өзі мінездеме берген, тәзкия берген адам. Кім Құран үйренгісі келеді, барыңдар, Абдулла ибн Масғудқа барыңдар деп айтады.
Ол өзі айтады дейді еще. Өзінің айтқан сөзі бар. Мына пайғамбарымыздың айтқан сөзі ғой, бұл өзінің айтқан сөзі бар. Құран кәрімде мен білмейтін дейді. Қай жерде түскендігі белгісіз болған бір аят жоқ дейді. Құран кәрімде мен білмейтін аят дейді. Қаяқта түскені белгісіз болған аят жоқ дейді. Қай аят қай жерде түскен бәрін білем дейді. Сонда қарасаңызшы, өзі Құранда неше аят бар? 114 аят бар. 114 сүре бар, дұрыс айтасыздар. Құранда 114 сүре бар, 6666, бір риуаятта 6242 аят бар. 6242 аят бұл сенімдірегі. 6242 аяттың қайсының қай жерде түскендігін менен артық ешкім білмейді деп жатыр ғой. Не дейсіз ал? Ғалым емей немене ол? Сол кісі айтып жатыр, қасындағы шәкірттерін айтып жатыр табиғиндарға. Ей адамдар, сендер ілім алудан амал қылу қайырлы болған заманда тұрсыңдар дейді. Әне, түсініп алыңыздар дұрыстап. Ілім алудан көрі амал қылу қайырлы болған заманда тұрсыңдар дейді. Яғни, міне пайғамбардың дүниеден өткені кеше ғана дейді. Ілім бізде толып тұр дейді. Сен есті де амал қыла бер дейді, ана қарасаңшы. Бірақ ертең заман келеді дейді сондай. Амал қылудан ілім алу қайырлы болатын заман келеді дейді. Неге? Адамдар өйткені ілімді полный тастайды. Көрдіңіз ба? Дүниеге толық беріледі, ілімді тастайды. Сөйтеді бұл ілім надандарға қалады. Надандар білімсіз фатуа береді. Сөйтіп өзі адасады, бүкіл халықты адастырады. Міне білімсіздің арты осындайға апарады. Сондықтан, міне қазір енді сол заманды келтірмес үшін өзі қиямет жақындағанда ілім көтеріліп кетеді дейді ғой, білесіздер ғой. Ілім көтеріліп кетеді деген кітаптардың бәрі аспанға ұшып кетпейді. Кітаптар тұра береді мынадай болып, бірақ оны оқып түсіндіріп беретін адам жоқ болып кетеді. Ғалымдар өліп қалады. Көрдіңіздер ме? Демек, мына жерден, мына Шардарадан қаншама ғалымдар шығу керек. Бүкіл қазақты туралыққа бастайтын. Әлемдік трибунада бүкіл исламның атынан, адамзаттың атынан сөйлейтін ғалымдар шығу керек мына жерден. Көрдіңіздер ме? Уағызшы жақсы ғой енді. Уағызшы жетеді, уағызшы болам деп не қылмай қойшы. Жетеді. А дегеннің бәрі уағызшы болып кетіп жатыр ғой. Ғалым болшы, ғалым кәдімгідей. Ауырған кезде күшті врач іздейсің ғой, кәдімгідей, дұрыс па? Ауыр, жаның қиналған кезде, ойбай қанша болса да берем, ана кім тапшы деп. Әлде фельдшерлер іздеп жүресің ба, бер жағындағы медсестраларды операция істетуге. Ойбай ана хирургты іздеп кетесің ғой, пәленбай жыл оқыған, пәленбай тәжірибесі. Неге? Өміріңді сақтағың келіп жатыр да өйткені. Міне, ілімде де сондай. Саған сұрақ қойып келген адамды кәдімгідей ырза қылып қанағаттандырып жіберуің керексің. Ілімің кез келген нәрсені қамтыған болса, ғалым болсаң, кез келген адамды қанағаттандырасың. Рухани байытып жібересің ана адамды. Көрдіңіздер ме? Міне ілімнің шарапаты осындай. Мына ілімнен шығады ғой, енді адам ықылас мықты қойса ілімге бар ғой, Құдай оның бүкіл нәрсені артынан жүгіртіп қояды ғой. Бүкіл дүние сенің артынан жүгіріп жүреді негізі. Ғалым болсаң бар ғой, артыңнан бәрі жүгіріп жүреді сен. Дүниенің жоқ, біз ақша табу керек деп қуатын болсаң, қуып жүре бересің, жете алмайсың бірақ соңына. Көрдіңіз ба? Жастарға айтып жатырмын, үлкен кісілерге айтып жатқан жоқпын. Бірақ үлкен кісілерде ілім алу керек қой енді, бірақ айтпақшы үлкен кісілерге айтайын. Күшті сылтау бар ғой бізде. Мен ойбай біз кірмей жатыр дейді да, мына оқиды. Тіл деген вообще бұратылмай жатыр дейді. Қалай келмей жатыр дейді. Оны вилкамен не қылама, қалай істейді деп. Бір ұстазға сұрақ қойып жатыр да. Үлкен кісі ғой, енді өзін не қылғысы келіп жатыр анау, көрініп тұр ғой. Ұстаз, біз енді жасымыз үлкейді. Сол Құран оқымай қойсақ бола бере ма деп жатыр да. Өйткені ми сақтамайды, ми шығып кете береді деп айтып жатыр ғой. Сөйтсе, ұстаз айтады ғой. Аға дейді, адамдарды жамандап атасың ғой дейді, өсек айтып атасың ғой. Ана министрді, ана бәрін жерден алып жерге салып атасың ғой бәрін. Сол адамдарды өсек деп атқан кезде дейді, аттары точный келіп атса дейді. Онда сізге парыз дейді ілім алу. Уже аттарынан шатасып атсаң дейді адамдардың, онда қоя сал деп айтқан екен да. Көрдіңіздер ме? Анау адам шатаспайды аттан негізі.
Точно айтады ғой бізде. Сондықтан үлкен кісілерге де бұл не? Ілім парыз. Қандай ілімдер? Бағанағы мен айтып кеткен ілімдер парыз. Міне сол ілім деген кезде күшті бір сахабаның өмірбаянын еске түседі ғой бізде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға қарай көшті ғой, білесіздер, иә? Неше жасында көшті? 57, 50-де. 57-де, 50-де, или 57 мен 50-дің ортасында көшті, маған айтпады точно деп бізде. 53-те. Дұрыс қой, 53-те, дұрыс па? Дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 53 жасында Меккеден Мәдинаға көшті. Өйткені Меккеде оған өлім жазасы кесілді. Сонымен кетті, сахабалардың барлығы Мәдинаға кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинада, сахабалар арада Меккемен барып келіп тұрады ғой, бұлай екі ортада. 480 километр екі орта. Сонда жолда бір ауыл бар екен. Сол ауылға кіреді екен аналар, сахабалар. Аттарын суарады, анау мынау деген сияқты ғой, жолда тамақ ішіп алады деген сияқты. Самса жеп не қылып деген сияқты. Енді ол самса бар ма жоқ па білмеймін. Екі ортаң бәрі самса екен ғой, Шымкенттен екі ортаң бәрі. Қасында қымызы бар, несі бар деген сияқты. Сол кіреді екен жаңағы ауылға. Сөйтіп, сол ауылда аттарын суарып не қылып бір жас бала бар екен, 16 жасар. Абдул Узза деген бала. Сол бала 16 жасар бала. Аллардың аттарын суарып жүріп, әңгімелер ұнайды ғой сахабалардың ше. Әңгімелер ұнайды да сөйтеді де, сендер қандай дін ұстанасыңдар дейді. Біз Алла елшісі әкелген ислам дін ұстанамыз. Қойшы, үйретші маған, қандай ол? Міне ол былай деп исламның бәрін бүге-шігесіне үйретеді ғой. Бұл кезде пайғамбарымыздың Мәдинаға барғанына 3 жыл болған екен. Жасы нешеде болды енді демек? 56-та болған. Қандай біліп алдыңыздар көп нәрсені. Сонда қараңыздар, жаңағы сахабалар, мына бала жетім бала екен да, әкесі қайтыс болған. Әкесінің ағасының қолында жұмыс істейді екен, 16 жасар бала. Бірақ мұны ит құсап жегеді екен да, ананы бар ғой. Азаннан қара кешке дейін жұмысқа салады екен. Шешесі бар, шешесінің бірақ әлі келмейді ана қайнағасына айтуға. Сонымен өткен қайнағасы ақша төлеп отыр ғой айлық. Бұл жігіт, жап-жас жігіт. Қараңыздар, өте мұқият тыңдап алыңыздар. Ана сахабалардан ілімді үйрену үшін бар ғой. Ислам ілімдерін. Оның ішінде о кездегі ең ұлы ілім не болып тұрды? Құран болып тұрды. Құранды жаттау үшін 12-13 километр бойы жаяу кетіп қалады екен жаңағы бала. Сахабалардың үстіне, аттың үстіне не істейтін болған? Ауызбен ауыз жаттайтын болған. Көрдіңіз бе? 13 километр бойы жаяу кетіп қалып, ана екі ортаның ыстығында оңай ма? Жаяу кетіп барып жаттайтын болған. Сөйтіп көкем біліп қояды деп 13 километр бойы қашатын болған жүгіріп, ішке қарай, үйіне қарай, ауылына қарай. Ана қараңыздар. 13 километр емес, онда мешітте өліп қалса 800 метр ғой. Дұрыс па? Жақын ғой. Сахабалар өткен сайын сол, өткен сайын Құран жаттай берген о жағы жігітше. Махаббатын қараса ислам иманға деген, білімге деген. Ана иман толады ғой, Құран ішіңе толады ғой. Сыртқа шығады оны ақтарылады кәдімгідей. Қамыр тасиды ғой сыртына ше. Ілім толған кезде сондай тасиды ілім. Бір күні көкесіне келіп айтады ғой, көке дейді, мен Алла елшісі Мұхаммедке иман келтірдім дейді. Бұл көкесі мүшрик екен, аямай ұратынан ше, аямай ұрады. Оңбаған мал, сен деген осы уақытқа дейін кімнің тамағын жедің, кімнің киімін кидің, сен кімді өмір сүргізді, кім бекті, кім сөйтті, қайтар бәрін деп айтады дейді. Құрып кет сосын, көзімнен құрып кет бар. Қайтар бәрін араның. Дүниесі емес, киіміне дейін сыпырып алған, тыр жалаңаш, іш киімсіз қаладан қуып шыққан ұры көкесі бар ғой. Бүкіл халықтың көзінше қарасаңызшы, қандай шарманда қылғанда адамды. Сонда тыр жалаңаш қалып қойған баласын көрген анасы үйінен шығып, жүгіріп шығып, орамалменен көйлегін жыртып берді дейді анаған. Мынаны үстіңе, мынаны астыңа жаба қой балам деп. Жылап баласын шығарып салған екен да. Көрдіңіз бе? Баласы қайда барады? Мәдинаға барады. Міне, ана баласы, қарға баласын аппағым дейді ғой, қарасаңызшы. Анасы бір ауыз оған қарсы келместен баласына бар несін беріп, жылап баласын шығарып салды дейді. Қайда шығарып салды? Ілімге шығарып салды. Ілімге кетіп барады ол бала. Мәдинаға жетті, осындай таң сәріде келді дейді да.
Сөйтсе таң намазына азан шақырылады екен. Бұның үстінде бір мата, астында бір мата, бәлем-бай 100 километр жаяу ұрып барған Мәдинаға дейін. Түн іші бар, неше күн жүреді адам? 200, шамамен 230 километрді неше күн жүреді адам, білесіздер ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Таифқа барған кезде, Таиф 100 километр болғанда, 100-120 километр, мысалға, жаяу жүргінші. Соны 10 күн жүріп барған. Бір ай жүріп барған ғой, ауылынан Мәдинаға дейін бір ай, ойла, қолыңда көк дейін ақшаң жоқ. Жолдың барлығы аң, арыстаны бар, басқасы бар, бәлесі бар. Жын жолдың бәрі толған. Бір өзің ұрып келатсың да, жаяу. Қайыққа бара жатсың? Әлемге бара жатыр. Міне осылай жетті Мәдинаға. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітке шықты, намаз бітірді. Намаз бітіргеннен кейін кетіп бара жатса, бір жігіт отыр, 16 жасар. 16 жасар жігіт. Мәдинаға келді, 16 жасар жігіт. Не істеп жүр өкті? Иә, намазға келген екен. Жаңа намазда пайғамбар саллаллаху алейхи көрді, ана баланы көрді да, үстінде бір мата, астында бір мата. Сен кімсің деп айтады дейді. Біліп тұр ғой, ол итак та біліп тұр ғой кім екенін, хабар беріліп қойған ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Уахимен. Сен кімсің деп? Мен Абдул Уzzамын деп айтады дейді. Ойбай, адам Уззаның құлы болмайды деп айтады. Узза деген пұт қой мына Меккедегі. Адам пұттың құлы болмайды, мүсіннің құлы. Адам Алланың құлы болады. Сенің атың Абдулла болсын дейді да. Абдулла, сен Зүлбижадайсың деп айтады. 2 мата оранған Абдулласың сен деп айтады дейді. Көрдіңіздер ме? Содан бастап Абдулла Зүлбижадайн деп аталып кеткенде, 2 мата оранған Абдулла деп аталған. Сонымен менің артымнан ілес деп айтады дейді. Дереу Омар бар ғой, Омар орнынан атып тұрды дейді ғой бірден. Енді білмейді ғана, танымайды ғой кім екен Омар. Бірден істеп қояма деп атыр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Атып тұрды да пайғамбар саллаллаху қасына барып тұра қалды бірден. Сөйтіп кетіп бара жатыр, бұл анаған қарап келе жатыр да былай. Если что бірден істеп жіберетін болса деген сияқты дайын тұр да уже. Пайғамбар саллаллаху телехан етілген ғой Омар радиаллаху анху. Бірақ телехан етуге мұқтаж емес қой кісі. Бірақ ана махаббат соған апарған да оны. Сонда қараңыз, жаңа Омар бүйтіп келе жатса, мұны арт жақта келді ғой жаңа бала. Аллаху акбар деп айқайлап келді дейді. Субханалла. Құраннан 1-2 аят оқып қояды дейді жаңа жігіт. Рахаттанып келе жатыр, айта алмаған ғой бұл уақытқа дейін ондай нәрсені ше. Рахаттанып айтып жатыр да, қорқып келген ғой жасырып. Осы қаншама жыл. Сонда Омар радиаллаху анху келіп пайғамбар саллаллаху айтады: "Я Алланың есімін, не бәлем мынау мұнафық па, не істеп келе жатыр? Аллаху акбар, ла иляха иллаллах." Ештеңе айтпаймын, айтатын болса деп айтады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Омар, үндеме, Омар, үндеме. Бұл Алланы ең қатты көп зікір ететін жігіт деп айтады дейді." Қарасаңшы. Үндеме, тиіспе, бұл мұнафық емес дейді. Бұл Алланы ең қатты зікір ететін жігіт деп айтады. Сөйтті де пайғамбар үйіне кіргізіп, оны кәдімгідей киіммен алып, қонақ қылып, сөйтіп Мәдинада қалды дейді ана жігіт. 6 жылдың ішінде сол уақытқа дейінгі түскен бүкіл Құранның аятын жаттап алды дейді ана бала. Жасы нешеге келді енді? 22-ге келген жасы. Ішіп алған. Исламның бүкіл ілімін ішіп алған ана бала бар ғой, жап-жас бала. Өзі соған кеп тұр ғой, өз ілімге кеп тұр ғой жаңа. Сонда Табук шайқасы деген шайқас бар. Естеріңізде болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өміріндегі ең ауыр шайқас, өмірден өтуден 1 жыл бұрын болған шайқас. Табук шайқасы бұл Византиямен болады негізінде. Бәленбай шақырым, 300 ба 400 шақырым барады, бірақ Византия империясы келмей қалады. Сөйтіп қайтадан қайтады. Сонда сол шайқасқа шығайын деп жатқан кезде, жаңа Абдулла бар ғой, жаңа жас жігіт. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп айтады: "Я Алланың елшісі, бір маған дұға қылып жіберіңізші. Осы соғыста шахид болайыншы" деп айтады дейді. Жап-жас бала, не бар? Не көрді саған өлер өйтіп не қылып? Дейсіз ғой. Мына жүрегі Аллаға кетіп қалған екен ше. Жүрек Аллаға кетіп қалған. Мына дүниеде ештеңе қызық емес оған ше. Махаббаты сондай кеткен, ғашығына кездескісі келеді екен ше. Кім ол ғашығы? Алламен кездескісі келеді екен ше. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады: "Мен ахабба лиқа Аллах, ахаббаллаху лиқааху" дейді. Кімде-кім Алламен кездесуді асығып күтіп, жақсы көрсе дейді, Алла да онымен кездесуді жақсы көреді деп айтады дейді. Күшті қылып күтіп алады дейді Алла Тағала. "Мен кариха лиқа Аллах, карихаллаху лиқааху" дейді. Кімде-кім Алламен кездесуден бас тартса, базгешше, қаламаса,
жек көрсе, Алла онымен кездескісі келмейді дейді. Дұрыс емес күтіп алады дейді оны ше. Мынау кетіп қалған ғой жерге Аллаға. Махаббат сондай кетіп қалған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылшы деп тұрғаннан кейін дұға қыласың ғой енді. Я Раббым, Абдулланың қанын кәпірлерге қарам қыл деп айтады. Әумин деп жібереді да енді. Сонда жаңа Абдулла айтады дейді, Алла егер сен шахид болсын деп айтпадың ғой дейді. Сонда пайғамбар айтады, адам шахид болу үшін жаудың қолынан қаза табу міндетті емес дейді. Адам қызуы көтеріліп, температура дейді ғой, қызуы көтеріліп өлсе де шахид болады деп айтады ғой. Шынымен де жолдан жаңа Табук шайқасы болмай қалады, қайтып келе жатқан кезде қызуы көтеріліп кетеді ғой. Таң намазының алдында ана жігіттің қызуы көтеріледі, ауырады, қатты қиналады да таң намазының уақытына жетпей қайтыс болып кетеді жаңа жігіт. Температурадан өледі. Шахид болып кетті. Көрдіңіздер ме? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір менен жаңа Абдулла ибн Масғуд бар ғой, жаңа сахаба айтып отқан, Құранды қатты біледі. Сол екеуіне айтады, барыңдар да екеуінің қабірін қазыңдар дейді анам. Ең екі ізгі кісіге қабірін қаздыртып жатыр ғой. Болмаса ана жерде жетеді ғой басқа адам. Сендер қазыңдар дейді. Бізде жаңа қабір қаздыратын кезде бір жарты беріп қаздырып жатырмын дейді ғой. Ойбай, дұрыс адам қазу керек қабірді. Анау жақсы жату керек қана қасқа. Дұрыс адам қазу керек, ізгі адамдар қазса вообще жақсы болады қабірді. Көрдіңіздер ме? Сол Абу Бәкір мен Абдулла ибн Масғуд қабірді қазады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп жаназа оқиды жаңа мәйітке. Сөйтеді де қабірдің ішіне өзі түседі. Қабірдің ішінде жатады былайынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 5-ақ адамның қабіріне жатқан. Соның біреуі осы, жап-жас жігіттің қабіріне. Неге жатып отыр оның қабіріне? Ілімі ғой, мәртебесі ғой көтеріп жатқан. Ілімі көтеріп жатыр ғой, қарасаңшы. Сөйтіп жатты да сыртқа шығып, Раббым, біз Абдулла Зүлбейдадайынға разымыз дейді. Ана. Біз разымыз, сен де оны разы болып күтіп ал деп айтады дейді. Ал керек болатымыз. Сен де оны разы болып күтіп ал дейді. Кетті ма дұға? Пайғамбар салам дұғасы кейін қарай қайтарыла ма? Қайтарылмайды. Анаған Құдай разы ғой уже. Сонда Абу Бәкір Сыддық бар ғой радиаллаху анху айтады дейді. Айбай, мына мәйіттің орнында мен болғанда ғой деп айтады дейді. Мына дұғаны алып кететін едім деп айтады. Сөйтсем, мына жақта Абдулла ибн Масғуд бар ғой. Мен пайғамбардың жанында 20 бірдеңе жыл болды ғой. Мен де лайық шығармын мына дұғаға деп ойлап тұрмын дейді ішімнен. Бірақ екеуіне де болған жоқ ол. Өйткені бұл екеуі де пайғамбар дүниеден өткеннен кейін барып дүниеден өткен. Көрдіңіздер ме? Бірақ ана дұғаны алып қалғысы келіп жатыр да қандай. Осындай болып өлгенде жаңағы жігіт бар ғой. Көрдіңіздер ме? Қандай мәртебелі. Кетті ғой жәннатқа, Құдай қаласа ертең. Жәннатқа кіріп жатсаңыздар, сол жігітті іздеп тауып алсаңыздар болады. Абдулла Зүлбейдадайын деген қайсысың сенің? Қайсысы? Алдыңнан шығады ана жерде иншалла. Қойш кәдімгідей екі матамен кетіп қалдың ба не сен ауылыңнан деп сол жерде әңгіме жібересіздер Құдай қаласа. Шын болады ондай нәрсе. Көрдіңіздер ме? Алла баршамызға жәннат нәсіп етсін. Сол міне ілімнің мәртебесі Алла сондай қылып көтереді. Одан да қызық оқиғаны айтайын ба? Болған оқиға айтайын ба? Болмағанын айтайын ба? Болғанын айтайын, болмаған сенбейсіздер ғой бәрібір. Болғанын айтайын. Ато ибн Аби Рабах деген кісі болған. Оны көбісі танымайды, таныстырып жіберейін. Бұл табиғин. Табиғин деген пайғамбарымызды көре алмай қалған өмір бақи өкініп өткен кісілер. Бірақ сахабаларды көрген да. Келдің мысалға да, Мәдинаға келсең пайғамбарымыз дүниеден өтіп кеткен ғой, қараш. Бір заманда өмір сүргенсің, бірақ не? Пайғамбарды көре алмағансың да. Оның алдында иманға келе алмағансың да. Ең өкінішпен өмір сүрген кісілер табиғиндар деп айтады бізде. Ай деп жүресің де постоянно. Сол Ато ибн Аби Рабах деген эфиопиялық құл болған. Яғни нигер. Қара құл болған. Сатылып Меккеге сатылып келеді бұл жігіт. Меккеге сатылып келеді де бір әйел кісі сатып алады бұны. Сөйтіп әйел кісі бұны жұмысқа, білесіздер ғой, құлдың ешқандай құны жоқ. Қалаған нәрсе, любой нәрсе істеп кете береді құл. Ананың деген бүкіл шаруасын істейді. Сонымен қожайын айтады ғой, қожайын мен ана кешке дейінгі істейтін жұмысты обедке дейін істеп тастайыншы, бітіріп тастайыншы дейді. Сосын түстен кейін босатасың ба мен дейді. Не істейсің?
Сахабалар бар кезде ілім алып алайын деп едім деп айтады дейді. Ойбай давай. Кешке дейінгі істейтін шаруаның барлығын әбетке дейін істеп тастайды екен анау ше. Сөйтіп түстен кейін барып сахабалардан сабақ алады екен Қағбаның жанында. Сосын түнде Алламен жалғыз өзі қалып құлшылық қылады екен. Өмірін үшке бөліп алғанда осылай. Әбетке дейін жұмыс істейді, түстен кейін ілім алады, түнде Аллаға арнайды түнін. Осылай өмірі өтіп жатыр. Bir günü қожайын қорқады ғой енді, мынаның ілімге деген махаббатын көріпті да, қожайын қорқады ғой. Мен бұған зұлымдық істеген болмайын дейді да. Көріп тұрмын ғой сен, ей ата, азат етем дейді сені. Алла жолында азатсың дейді. Көрдіңіз бе? Ана әйел де қасқа бақытты ғой, андай адамды азат еткенше. Ананың бәрін сауабы енді ана әйелге барады ғой. Сөйтті де бұл бұрын енді өмірін үшке бөліп алған ғой. Азат болды ғой енді. Болды ғой, құлға ең керегі азаттық қой, басқа не керек? Қуанып, жүрегі жарылып, енді өмірін нешеге бөледі енді бұл кісі? Үшке бөледі қайтадан. Енді әбетке дейін сабақ алады, түстен кейін сабақ береді ғой. Түнде қайтадан Раббысымен қалады екен. Осылайша ол дейді, замандастар айтады, 20 жыл Қағбаның жанын төсек қылды дейді. Ал керек болатын болса. 20 жыл бойы ілім алып не істей беретін болған? Бере. Сахабалар өлген кезде Меккенің муфтиі болды дейді. Ал керек болатын болса. Кеше келген қара құл бүгін муфти болып жатыр. Бүкіл қажылыққа келген адамдардың барлығы кімнен фатуа сұрайтын болған? Ато ибн Аби Рабахтан сұрайтын болған. Адамдар кесекке тұратын болған, одан ілім алу үшін кесекке тұратын болған адамдар. Сондай Алла мәртебесін көтерген ана жігіттің бір күні қажылыққа Умауилер мемлекетінің халифасы, сол заманда халифа. Мен сіздерге примерін айтайын, осыдан 1350 жыл бұрынғы болған оқиғаны айтып жатырмын мен сіздерге. Әлі тарих ұмытқан жоқ оны. Сонда жаңағы халифа келді. Умауилер мемлекетін білесіздер ғой қаяқта, мына шеті Қытайға дейін жеткен. Бұхара, Самарқан, бәрі Қазақстанның оңтүстік бөлігі сол мемлекеттің еншісінде болған. Біздің қазақтың даласына солардың заманында ислам келген. Мына шеті, арғы шеті Атлант мұхитына тірелетін болған бар. Марокко, Мавритания, Испания, Португалия, Ливия, Алжир, Тунис, Египет бәрі сол мемлекеттің еншісінде болған. Умауилер. Әлемнің 4-тен 3-ін билеген халифа қажылыққа келе жатыр ғой. Сондай халифа келе жатыр. Балалары бар қасында, қажылыққа келе жатса, бұлар қажылықтың бір рәсімінен қателесіп қалады. Сөйтіп Меккеге келген кезде айтады, кім бар біздің сұрағымызға жауап беретін десе, Ато ибн Аби Рабах бар деп айтады дейді. Сол ғана сендердің сұрақтарына жауап, басқа ешкім жауап бере алмайды. Біздің муфтиіміз сол дейді. Муфти деген фатуа беруші деген. Сөйтеді де жаңағы ана жерде отыр деп айтады ғой енді адамдар, ана жерде отыр, фатуа беріп жатыр деп. Бейтіп қараса алдында адам очередте қырғын ғой. Бәрі очередте тұрып фатуа сұрап жатыр да енді шетінен. Сөйтеді де мынау енді халифа ғой. Халифа келіп жайлап очередте тұр дейді. Өмірде очередке тұрмаған адам ғой ол. Соның баласы тұтып, әке чотам очередте тұрқым мына жерде. Вообще өмірде очередте тұрмаған адам еді ғой біз дейтін. Үндеме тыныш тұра бер. Қазір бір кезекті біз барсақ дейді да, орныңды білді, кезегіңмен келді бақ қуып жібереді дейді ана жерде. Қарасай, әлемнің 4-тен 3-ін билеп тұрған адам кімнен қорқып тұр? Ғалымнан қорқып тұрған. Құдай мәртебесін ғалымдардың көтеріп тастаған ғой сондай. Сонда айтады дейді, балам көрдің ба дейді. Қандай халифа болсаң да ғалымның алдында бәрібір кішік болып қаласың дейді. Құдай ғалымдардың мәртебесін сондай көтеріп. Мынау дейді бір кездері құл болып келген адам дейді да. Қап-қара құл еді дейді бір кездерге. Бүгін қара дейді. Алдына халифаларды кезекке тұрғызып қойған ғалым болды дейді. Алла ғалымның мәртебесін қалай өсірген көрдің ба дейді. Мынау менің егер ертең сарайыма келетін болса дейді, сарайыма, мен бұлай орнымда отыра алмаймын дейді, тұрып кетемін дейді, ана қарасайшы. Ғалымның айбаты патшаның айбатынан қатты болады. Балам біліп қой дейді, ілім қарасың ба, ақсың ба, бәрін көтереді дейді. Сенің светіңе қарамайды дейді ілім. Көрдіңіз ба? Сөйтіп аналар кезегін күтіп тұрады ғой, пәленбай сағат. Белден басып барса болады ғой.
біз халифа едік, без очередь кіріп кетейік деген сияқты. Жоқ, тұрасың сол жерде, кім болсаң ол бол. Міне осындай қылып дәрежесін Алла тағала көтерген мәртебесін ғалымдардың. Сонымен фатуасын алып, жаңағылар қажылығын істеп қайтты дейді жаңа халифалар. Сол Ато ибн Аби Рабах та өмір бойы ілім берумен айналысып өтті дейді ғой. Сахабалар тірі тұрған кезде фатуа берген дейді бұл кісіні, қараңыздар. Сахабалар тірі тұрған кезде фатуа берген жалғыз кісі болса дейді, ол Ато ибн Аби Рабах дейді. Алла Атоның сондай көтерді, олай ешкімді көтермеген шығар дейді. Құлды патшалардан да биік қылды Алла тағала. Жаңа ғалымның айбаты дегеннен шығады ғой. Біздің бабамыз бар ғой, Сұлтан Бейбарыс деген. Сол Сұлтан Бейбарыста енді ол кісі шамалы не болған кісі ғой, енді қызуғанда анау-мынау шаруалар бүйтіп кете береді деген сияқты. Ол бірақ енді аты Абул Футух деп аталған ғой, соғыстардың атасы деп айтқанда бұл кісінің ше. Жаулары Бейбарыс келе жатыр деген кезде қамалды тастап кете беретін болған жайлап. Жынды болған ғой, енді кіретте қирататын болған Бейбарыс, Сұлтан Бейбарыс. Қаяқта өмір сүрген білесіздер ме? Египет Шамда өмір сүрген, Мысыр мен Шам жерінде өмір сүрген ол кісі. Мамлюктер мемлекетін құрған. 17 жыл ислам әлемін басқарған, 17 жыл бойы. Шыбынды ызыңдатпаған кісі, шыбынды ызыңдатпаған. Христиандардың кресшілер жорығына той тартыс берген адам. Айта берсең, оның атақтанқы бітпейді. Бірақ Сұлтан Бейбарыс та ғалымның алдында ешкім болмай қалған екен. Шамға келеді, Дамаскіге, Сирияның астанасы Дамаскі деген жер. Сол жерге келеді, әскерді қаржыланды көріп болады, қасқа кімді қанайды? Халықты ғой қанайтын. Халыққа артық налог саламыз дейді ғой, салық. Сөйтеді, ғалымдарға айтады, барлығын рұқсат етіп фатуа беріңдер дейді. Ғалымдардың барлығы бір ауыздан фатуа береді. Бірақ бір ғалым сол жиналысқа келмейді, бірақ ол фатуа бермейді. Ол имам Науауи деген ғалым екен. 40 хадис деген кітабы бар, мешітте де болуы мүмкін. Хадис кітаптары көп ол кісінің. Танымалды 40 хадис. Имам Науауи фатуа бермейді. Келіспеймін дейді. Қалай ол, сен зұлымдық қол дейді. Келесің, халыққа артық налог салады. Жоқ, оған келіспеймін дейді. Ойбай, бәрі келісімен алдыртшы дейді ғой. Алдыртшы ана имам Науауиді. Имам Науауи Сұлтан Бейбарыстың қамалына, сарайына кіреді, патшаның сарайы ғой. Кіретте, Бейбарыс бұлай отырады, мынау патшаға тіке қарамайды, мына қапталдап отырады олайдан. Қарамайды патшаға. Екеуі пікір талас қылады, мынау қарамай пікір талас қылады анаған. Сонымен фатуаны берсең де бересің, бермесең де бересің дейді ғой. Мәжбүрлеп тұрып алдыртам сенен дейді. Имам Бейбарыс айтып жатыр ғой, Сұлтан Бейбарыс. Мынау да ашуланады ғой. Ғалым ғой, үлкен ислам әлемінде ұлы ғалым, әулие кісі ғой. Қоймайды енді, ана Бейбарыс та қоймайды, бұл да қоймайды. Соңынан бір кезде тұрады, ана екі жағындағы екі жолбарысты артыңа салып қоямын, қазір қоймасаң дейді ғой. Жаңа имам Науауи ше. Бейбарыстың отырған тағында екі жолбарыс бар екен, терісі сыпырылысымен ақсиып тұрған жыл ғой. Кірген адамның духын сындырады екен ана жаңа жолбарыс. Сөйтіп Бейбарыс жан жағына бүйтіп қараса, ана жолбарысқа жан бітті дейді ғой. Екі жолбарыс жағының тұсына келді дейді Бейбарыстың ше. Ойбай, болды деп айтады дейді, болды. Фатуа бермей қойыңдар, болды, керек жоқ. Сөйтті де имам Науауи шығып кетті дейді ана жерде. Көрдіңіз бе? Кім мықты бәрібір? Бәрібір ғалым мықты. Егер патша мықты болғанда, Алла тағала Құран кәрімде «Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат» деп айтпайды дейді. Алла сендердің іштеріндегі иман келтірген және ілім берілген кісілердің мәртебесін биік қылып қояды дейді басқалардан. Иман келтіргендердің және патшалардың деді ма? Жоқ. Иман келтіргендердің және ілім берілгендер, ғалымдардың мәртебесін Алла биік қылып қояды дейді. Алла Құранда айтады. Құран ең хақ сөз. Міне дәлел, тірі дәлел. Анау әулие ғой, сөйтсе жолбарыста ештеңе жоқ дейді. Просто ананың көзіне жан біткен сияқты болып көрінген дейді Бейбарыстың. Дарияның теріс ағызған әулиелер болған ғой, білесіздер ме? Сырдарияның. Сондай ғой. Әулиелік карамат деген нәрсе бар да өйткені. Міне осылайша Алла тағала ілімнің мәртебесін көтерді. Мынау керемет риуаяттарда келеді ғой. Күн алиман ау мутааллиман ау мухиббан. Әй, болсаң ілім алушы бол дейді. Ілім алушы бол дейді. Немесе ілім беруші бол дейді. Немесе тыңдаушы бол дейді. Немесе соларды жақсы көріп жәрдемдесуші бол дейді.
Фәлә тәкун хамисан дейді. Бесіншісі болма, фәттухләк дейді. Құрып кетесің деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Бесіншісі болма, құрып. Төртеуі де неге байланысты болып жатыр? Ілімге байланысты болып жатыр. Міне өмір іліммен байланса, міне адамның өміріне берекет кіреді. Көрдіңіз бе? Не ілім алушы бол, не ілім беруші бол, не тыңдаушы бол, не соларды жақсы көріп жәрдем беруші бол. Бесіншісі болма, құрыйсың деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Адамның өмірі осылай іліммен байланған болу керек екен. Және соңғы хадиспен бүгінгі сабақты жобаластырайық иншалла. Біліп қойыңыздар, құрметті жамағат, біліп қойыңыздар, өте маңызды нәрсе. Ешбір адамға Алла бұндай сыйлықты бермеген. Ешбір адамға Алла мынадай сыйлықты бермеген. Намаз оқсаң да алмайсың ол сыйлықты. Ораза ұстасаң да алмайсың. Зекет берсең де алмайсың. Садақа берсең де алмайсың. Қажылық өтесең де алмайсың бұл сыйлықты. Бір ғана адамдардың тобына берілген сыйлық бар. Ол қандай? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Кімде-кім ілім талап қылу үшін дейді, үйінен шығатын болса дейді, Алла тағаланың періштелері оған разы болған күйде аяқтарының астына қанаттарын тосады дейді. Ана қараңыздар. Үйден шықтыңыз, Құран үйренейінші, осы мен кешегі сөз жаман дейді ғой маған деп шығып келатсыз да. Сіз как будто бір жерде жүріп келатқан сияқтысыз ғой? Жоқ. Періштелердің қанаттарының үстінде жүріп келатсыз да. О, тақия киіп біздің көрші қаққа барады екен деп прикостап отыр да көршің. Көршің жерде отыр. Сен қақта жүріп келатсың, періштелердің қанатында жүріп келе жатсың. Көрдіңіздер ме? Және дейді, қарасаңшы, көктегі бүкіл құстар дейді. Көктегі бүкіл құстар. Қанша құстар білесіздер ме көкте? Бесеу? Есебі жоқ дейді. Дұрыс айтады. Көктегі құстардың есебі жоқ. Ешкім есептелмейді оны. Дұрыс па? Судағы балықтар дейді. Бәлембай миллион түрі бар суда балықтың. Миллиардтаған саны бар олардың. Не істеп жүр сол балықтардың бәрі десе? Бір шаруамен жүр екен бәрі. Айтам. Жердегілердің барлығы дейді, қараңыздар. Түйе, қой, сиыр, жылқы, жолбарыс, арысты, бүкіл хайуандардың барлығы дейді. Біреу қалды ма? Ешкім қалған жоқ қой. Ешкім. Солардың барлығы ілім талап қылушы адам үшін игілік пен истиғфар тілеп тұрады дейді. Ал керек болса. Не деген мәртебе? Не деген мәртебе? Бүкіл дүниені ілім алушының аяғының астына қойып қойған ғой Алла тағала. Одан асқан мәртебелі адам жоқ, ілім алушыдан асқан. Мінекей, Алла тағала осылайша ілім алушы, ілім алған ғалымдардың, шәкірттердің мәртебелерін биік қылып, оларға бүкіл дүниені бағындырып истиғфар айтқызып қояды екен. Аллаху акбар, қандай. Алла тағала әйтеуір біздердің өмірімізді ілімнен ажыратпасын. Иншалла, мына бүгін жастар көп болғаннан кейін жалпы ілім туралы айтып жатырмыз. Жаңағы алатын адам өзіне керегін алар, керек емесін тастар. Бірақ жылатып айт, күлдіріп айт, айналып келген кезде қазір біз ілімнің заманында тұрмыз. Мына жастар ілім алыңыздар. Азаннан қара кешке дейін TikTok пен Instagramның гүлі болып, әркімнің бір жеген, ішкен аңдып отыра берместен ілім алыңыздар, бауырлар. Өміріңнің қалай өтіп кеткен білмей қаласың ертең. Иннамал уақыту кабарқин мумидин дейді. Уақыт деген жарқ еткен найзағай сияқты дейді. Мына жердегі үлкен қариялардан қазір сұрайын, аға қанша жыл былай өмір сүрген сияқты? Білмеймін, жарқ етіп өтіп кетті де қалды дейді. Дұрыс па ағалар, сондай ма? Өміріңдегі бір-екі оқиғалар ғана есіңде, қалған ештеңе жоқ есіңде. Жарқ етіп өтті де кетті өмір. Айналайын дейді. Сол берілген жарқ еткен найзағайдай өмірді ғанимет біл дейді. Соны бір қадірін біл дейді. Жалқаулығыңды таста өзіңнен дейді. Телефонның құлы болма деп жатыр ғой. Телефонның құлы болма, төсектің құлы болма деп жатыр. Ілім ал, шұғылдан. Жастығыңды ілімге қый, иншалла ертең соның жеңісін өзің көресің. Сенің шарапатыңмен, қаншама сенің туысқандарың сенің шарапатыңмен ертең жәннатқа алып кіруге себепші боласың. Міне құрметті бауырлар, осында иншалла
Жаз мезгілі уақыт бар, ілім алып қалыңыздар. Былай екі ойда жүрген кісілер болатын болса, иншалла бисмилля деп ілім жолына барыңыздар, Құдай қаласа. Алла тағала пайдалы білім берсін, елге амандық берсін. Алла тағала баршаңызды көргенімізге біз шын жүректен қуаныштымыз. Өмірімде бірінші рет сіздердің ауылдарыңызға, елдеріңізге келіп қалып жатырмыз. Құдай қаласа алғашқысы емес, әлі соңғысы емес деп ойлаймыз. Әлі де бір келе берерміз. Алла өмір берсе, Алла денсаулық берсе. Алла разы болсын баршаларыңызға. Көп рахмет. Қошқар ата. Алла разы болсын. Бір дұға қылайық. Мына жерде Алла тағаланың періштелері жиналып тұр ғой енді. Бисмилля, субханакаллахумма хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала мына мәжілістерімізге өзің берекет бер, күнәлары кешірілген қауымдардан қыл. Алла тағалам өзіңе үміт қылып рахымыңнан келіп жатқан бүкіл ағайындардың, әпкелеріміз, аналарымыздың, қарындастарымыздың, ағаларымыздың, бауырларымыздың баршасының қадамдарына берекеттер бер. Алла тағалам өмірлеріне берекеттер бер, мал жан ризық несібелерін арттырғайсың я Раббым. Алла тағалам баршамызға пайдалы ілім бер, өзіңнің хақ жолында, тура жолда иман мен ислам мен ұзақта берекелі өмір сүруді нәсіп ете көр. Раббым Алла, өзіңе лайықты құл, өзіңнің пайғамбарыңа лайықты үммет бол. Өзің разы болатын, өзің сүйген амалдарды жасауға Алла біздерге жәрдем мен сәттілік бер. Алла тағала біздерден кейінгі келетін ұрпақтарды Раббым өзіңе серік қоспай, өзің парыз еткен амалдарды махаббатпен орындайтын жандардың қатарынан қылғайсың. Саллаллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Вальхамдулиллахи раббил аламин, бирахметка я архамар рахим. Алла разы болсын.